құрметті көрермендер. Психология ғылымының 100 жылғасы жобасы жалғасуда. Бүгінгі қонағымыз Ақажанова Алма Тауырбекқызы. Ақажанова Алма Тауырбекқызы 1948 жылы 12 сәуірде Семей облысы Жарма ауданы Чарск қаласында дүниеге келді. (1972 жылы Надежда Константиновна Крупская атындағы Семей педагогикалық институтының филология факультетінің орыс тілі және әдебиеті мұғалімі мамандығы және 1999 жылы Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаев атындағы гуманитарлық университеттің заңгер мамандығы бойынша білім алады. 1989 жылы жас және педагогикалық психология мамандығы бойынша Мәскеу қаласының Ленин атындағы институтында Қазақстандағы жас және педагогикалық психологияның қалыптасуы мен дамуы атты кандидаттық диссертациясын қорғайды. 2009 жылы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясында педагогикалық психология мамандығы бойынша кәмелеттік жасқа толмағандардың девиантты мінез-құлқының психологиялық педагогикалық коррекциясы, яғни түзетуі деп аталатын тақырыпта докторлық диссертациясын қорғады. Алма Тауырбекқызы өзінің педагогикалық қызметін 1967 жылы Семей облысы Жарма ауданы Скотовод ауылында бастауыш сынып оқушыларына білім беруден бастайды. Бұл білім ордасында 16 жыл бойы қызмет атқарған. 2012-2013 оқу жылдарында біздің кафедраға психология мамандығының мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрайымы болып, психология ғылымдарының докторы профессор Алма Тауырбекқызы Ақажанова келген болатын. Менің ол кісімен жақын таныстығым сол кезеңдерден бастау алды деп айтуға болады. Алма Тауырбекқызы білікті ғалым ұстаз ретінде. Ол кісінің ғылымда салған өзінің мектебі бар. Олай дейтінім, біздің кафедрадағы біраз жас оқытушылармен, магистранттармен ол кісі осы Алматы қаласында орналасқан кәмелетке толмаған жасөспірімдерді түзету мекемесінде бірнеше жылдардан бері ғылыми жобаларды орындап келе жатыр. Ол жерде түрлі түзету жұмыстарын жүргізеді психологиялық. Одан кейін ол кісінің жүргізетін дәрістеріне біздің студенттеріміз асқан қызығушылықпен қатысады. Себебі ол кісі өз пәнін жетік білетін, білімді, білгір ұстаз. Одан кейін ол кісіні мен тағы да әріптес ретінде айтқым келіп отыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, әр адамның мінез ерекшелігі әртүрлі, әр адаммен қарым-қатынас жасау сол деңгейге байланысты болып келеді. Көбіне Алма Тауырбекқызы осындай сәттерді өте дәл таба алады. Яғни әрқайсымызбен өзіміздің жеке ерекшеліктеріміз арқылы қарым-қатынас жасайды. Кейбіреуге ақылшы ұстаз болса, кейбіреуімізге жанашыр дос, кейбіреуімізге сырлас деген сияқты. Егемендігіміздің бастапқы қадамдарында қоғам өмірінің барлық салаларында көптеген жағымсыз өзгерістер орын алды. Адамгершілік мінез-құлық нормалары құлдырауға ұшырап жатқан кезде дәл осы құбылыс, яғни девиантты мінез-құлық мәселесі елімізде ерекше өзекті мәселе болып тұрды. Девиантты мінез-құлық деп белгілі бір қоғамда қабылданған, мақұлданған нормаларға қарсы келетін мінез ерекшелігін атаймыз. Яғни әлеуметтену барысында жеке тұлғаның дұрыс қалыптаспауынан пайда болатын мінез-құлық. Осы сала бойынша 2008 жылы девиантология, 2009 жылы практикум по девиантология кітаптары жарық көреді. Қазіргі таңда осы колонияда қызмет етіп, кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдермен түзетушілік алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Мені психология ғылымына тәрбиелеген аяулы әкем. Психология ғылымының алғашқы қарлығашы Жүсіпбек Аймауытұлының психология кітабын төте жазудан төл тілімізде жарық көруіне себепші болған Ақажанов Тауырбек Қасымұлы, Алма Тауырбекқызының әкесі. Қызым, уақытыңды босқа өткізбе. Болашақ ұрпақтың қажетіне жарайтын бір іс тындыруға ұмтыл. Келешек сенің заманыңда психология ғылымы сұранысқа сай ғылымның бірі болады. Мына еңбекті төте жазудан төл тілімізге аударсаң, келешек алдыңнан шығады. Деп, Жүсіпбек Аймауытұлының психология кітабын алып, қасына отырғызып, төте жазудан төл тілімізге аудатқызады.
түсінбеген жерлерін аса байыпты мінезімен, сабырлы қалпымен асықпай түсіндіреді. Міне, осылайша Асқар Таудай әкесінің айтқаны орындалады. Кейде өзім таңғаламын да ойланамын, дейді Алматбай. Мені сол заманда ғылымға тәрбиелеп, жолымда ашқанда аяулы әкем екен ғой, дейді. Бұл кітап елімізде отандық жантану ғылымының дамуына үлкен үлес қосқан еңбектердің бірі болып саналады. Кітабы басылып шыққаннан кейін апайымыздың жантану ғылымына деген қызығушылығы арта түседі. Осылайша Алмат Ауырбек қызының еңбектері еленіп, министрлік тарапынан көптеген алғыс хаттар мен марапаттарға ие болады. Ислам дінінде тыйым салынған нәрсенің бірі ғылымның ашу. Адам ғылымның есігін ашуы қажет. Ғылымның есігін ашу үшін адам ғылымның талабына икемделуі керек делінген. Мен ғылымға келдім ба, ғылымнан қаша алмаймын. Тіпті ойымда да жоқ, ол менің табиғатыма жат нәрсе. Мені өзімнен бұрын ғылымға икемдеп, тәрбиелеген әкем. Әкемнің маған берген тәрбиесі ол маған аманат. Мен ол аманатқа қалай қиянат жасаймын? 2005-2006 жылдары Алмат Ауырбек қызы жабық мекемелердегі психологиялық сүйемелдеуге жұмыстарына қызыға бастайды. Осы жылдары ЮНИСЕФ гранты бойынша бір топ оқытушылар психодиагностикалық ізденіс жұмысын атқарады. Алматы қаласының мекемелерінде, атап айтсақ, номер 2 жетім балалар үйінде, Талдықорған қаласының Айналайын мекемесінде балалардың девиантты мінез құлығына байланысты зерттеу жұмысы ұйымдастырылады. Ғалым бұл зерттеу барысында өзін қызықтырған көптеген сұрақтарға жауап алады. Ең бастысы, мұндай мінезді балаларға психологиялық сүйемелдеу қажет деп шешеді. Осылайша, бұл мекемелерде ғалымның зерттеу базасына айналады. Қасына аспиранттары мен магистранттары жиналады. Ал нәтижесі ретінде девиантты мінезді балалар мен жұмыс ерекшеліктеріне байланысты оқу әдістемелік құралдары құрастырылып, кандидаттық дипломдық жұмыстар қорғалады. Бағдарлама аясында ғалым Ресей Санкт-Петербург қаласына іс-сапармен барады. Мұнда психология және әлеуметтік жұмыс деп аталатын институттың студенттері, магистранттары, диссертациялық ізденіс жұмыстары әртүрлі институтқа бекітілгенін көріп таң қалады. Яғни студенттер, магистранттар практикалық дипломдық жұмыстарын колонияларда, мүмкіндігі шектеулі қарттар үйлерінде жүргізеді екен. Ол кезде біз үшін бұл әлі де болса жат құбылыс еді. Отанға оралысымен Алмат Ауырбек қызы бұл нәтижені бізге де енгізе бастайды. Қазақстан Республикасындағы ювеналды полицияның даму концепциясының бағдарламасы бойынша Алматы және Алматы облысының пенитенциарлық мекемелерінде екі жақты меморандумға қол қойылады. Негізгі мақсат кәмелетке толмаған тәрбиеленушілерді бостандыққа шыққаннан кейін әлеуметтік ортаға қайта бейімдеу және қайта әлеуметтендіру, психологиялық сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу. Үрей, мазасыздық, шыдамсыздық, үміт, қысым, зарығу, жабырқау, адаптация сезімдері ғалымның пайымдауынша жабық мекемелердегі ұл қыздарға тән эмоциялық күйлер. Аффект, жан күйзелісі, торығу, фрустрация сияқты күрделі эмоциялар көп жағдайда қылмысқа бару себеп болып табылады екен. Фрустрация деп мақсатқа жету барысында кездескен кедергілерден алынған жағымсыз күй. Яғни адам мақсатына жете алмайды, қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Соның салдарында пайда болатын жағымсыз күй. Алмат Ауырбек қызына әріптестері, туыстары көп жылдар бойы колонияда психологиялық сүйемелдеу жұмысын атқарып жүрсіз. Жалықтырмады ма? Сізде қорқыныш, қобалжу сезімдері бола ма? Осыны қоя салсаңыз қайтеді. Жасыңыз да келіп қалды, шаршайсыз ғой деп жиі айтатын ұқсайды. Бірақ ғалым неге екенін білмеймін, мен психолог маман екенімді колонияға барғанда, сондағы жасөспірімдермен жұмыс жасау барысында ерекше сезінемін дейді. 2009 жылы докторлық диссертациясын қорғаған кезде кеңестің бір мүшесі сіз қорғап алғаннан кейін жабық мекемеге баруыңызды тоқтататын шығарсыз деген сұрағына ғалым былай деп жауап береді. Көзім көріп, аяғым жүріп тұрғанша балаларға психологиялық сүйемелдеу жасаймын. Неліктен қорқуым керек? Кәдімгі кәмелет жасына толмаған балалар, кезінде отбасылық жағымсыз жағдайда өскендер.
ата-анасынан қажетті жылулықты сезінбегендер. Мектепте олармен оқу-тәрбие жұмыстары жеткіліксіз өткізілгендіктен деп санаймын. Керісінше, олардың маған деген ілтипаты, эмоциялық жылы қарым-қатынастары қуантады. Мысалы, кейде командировкаға, жиналыстарға кетіп, оларға бара алмай қалсам, тәрбиеленушілер «Алмапай неге келмеді, ауырып қалды ма?» деген сұрақтар жүрегіме жылу ұялатады, көңіл күйімді көтереді. Көңіл күйімді айтпағанда, менің қорғаған докторлық диссертациям архивте жай ғана жатпауға тиіс. Мен ғылымға не үшін келдім? Осы уақытқа дейін жинаған бар білімді қажет деп тапқан топтарға, адамдарға бере алмасам. Осы мамандыққа келдім бе? Шамам келгенінше, денсаулығымен күш-қуатымның жеткен жеріне дейін, жаны күйзеліп, уайым қайғыға түскен адамдарға көмектесемін. Түрмеге түскен қылмыскерлермен жұмыс жасауға қорқамын деген түрлі сылтаулар айту менің болмысыма сәйкес келмейді. Мұсылман шариғатында да жазылған: таңдап алған мамандығыңды, өз ісіңді адал атқару 5 уақыт намаз оқыған адамның жиған сауабындай сауап аласың деп. Бұл менің біріншіден өз мамандығыма құрметпен қарағаным, екіншіден өз ісімді жақсы көріп, адал атқаруым деп білемін дейді ғалым. Ғалым психологияға зерттеулерді сол кездегі Пушкин атындағы кітапханадан, қазіргі ұлттық кітапханадан Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов секілді ғалымдардың еңбектеріне шолу жасау арқылы бастады. Осылайша 180-нен астам ғылыми еңбегі бар. Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері, Жүсіпбек Аймауытов атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің алғыс хат иегері, Қазақ психологиялық қоғамының басты мүшесі, ғалым ұстаз, аяулы ана, кемеңгер әже Алма Тәуірбек қызы кез келген психологтың тісі бата бермейтін, баруға жүрексінетін мекемелерде қаншама жылдар бойы ақысыз, тегін қызметін атқарып келу арқылы отандық жантану ғылымының төрінен ойып тұрып орын алды.